12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен қауым, қадірлі әдебиетшілер ағайын. Ақын, жазушы, қаламгерлер, жалпы өнер адамдары арасындағы әзіл қалжыңдарға, қызықты оқиғалар басынан кешкен хикаяттарға қашанда ел жұрт құлағын тігіп жүреді. Тіпті көпшілік ортада сол оқиғаларды айтып, күлкіге қарық қылып жататындар да бар. Міне Жамбыл облыстық телеарнасы мен Әулие-Ата медиа серіктестігі бірігіп қолға алып жатқан қаламгерлер клубы жобасының мақсаты да қаламгерлер арасындағы қызықты оқиғаларды, қалжыңдарды айта отырып көпшілікке ой салу және күлдіре отырып осы саланың да күрделі тұстарын әңгіме қылып себеп салдарына үңіліп отыр. Бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы шымылдығын айтыс ақындары ашқалы отыр. Бағдарламамызға қош келдіңіздер. Ендеше бүгінгі қонақтарымызды таныстыра кетейін. Белгілі айтыскер, жыр додасында өзіндік өрнегімен танылған халықаралық айтыс ақындары жыршы термешілер одағының Жамбыл облыстық филиалының төрағасы Ахметжан Өзбеков бауырымыз. Мәдениет саласының үздігі, белгілі айтыскер, жалпы осы айтыс саласында қандай да бір әзіл қалжыңдар айтылса, соның ішінде міндетті түрде жүретін және сол әзіл қалжыңдардың басты кейіпкері болатын Ербол Қамбатыров ағамыз. Және де айтыс саласының жас жолбарыстары талай жүлделі орындардан көрінген Нұрлыбек Құрманов және Дидар Аппасов. Енді осы айтыскерлер арасындағы әзіл қалжыңдарға сөз бере отырып, әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ, әңгіменің бісмілласын ақа өзіңізден бастасақ, енді өзіңізбен араласа жүріп осы айтыскер ақындардың көптеген қызықты оқиғаларын, қалжың әзілдерін естідік. Дегенмен де бүгінгі осы сол оқиғаларды көрермен қауыммен бөлісе отырсақ. Рахмет Олеке. Біздің қазақтың әдебиетін ертектегі Ерназар Шал деп айтсақ, соның 10 баласы болса, ең кішкентайы ертөстік демесек те, үлкендердің біреуі айтыс деп ойлаймын мен өзім. Өйткені біздің көне жырлардың біреуі Алпамыс жыры болса, сол Алпамыс жырының өзінде Бадамша мен Алпамыстың айтысатын тұстары бар ғой. Енді бағдарламаның тақырыбына орай тізгін қағар ретінде айтыстан бір-екі есімде қалған әзілдерден бастап берейін сіздерге. Ақтөбелік ақын Шымберген Сүлейменов пен Шымкенттің Анар Жаппарқұлова екеуі айтысы батыр. Екеуі де менің құрдасым, 75 жылдың түлектеріміз үшеумізде. Сонымен екеуі құрдас болып айтысы бар сахнада. Сонымен қазының төрағасы кім? Қадыр Мырзалиев ағамыз. Құрдас болып айтысып кетті, ең соңына қарай сөз таппай қалды ма, сасқалақтап қалды да, Анар аға деп жіберді ғой кімді? Шымбергенді, сөйтсе Шымберген сол жерден ұстай қалып, бұл Анар жан құрдасын аға депті, сасқанынан сандалып сана кетті. Бұрында суға батып баратқан шал, қорыққаннан кемпіріне мама депті. Сондай бір әдемі шыққан енді. Осы айтыстың егіз осындай ұтымды шумақтары өте көрермен үшін қолайлы ғой, ыңғайлы ғой. Жаңылшында көрермен көбіне соған қол соғып жатады. Тағы да бір айтып отырсаңыз осында. Және біреуін айтып кетейін. Және Ақтөбенің Қайнар Алакөзов деген ақыны бар. Өте мықты ақын. Қазір көптеген айтылып жүрген хит әндердің сөзін жазып жүрген, әннің автор болып жүрген мықты жігіт. Екеуміз айтысатын болдық бір айтыста. Сонымен мен өзім кеш үйленгем, ақындардың біраз біледі, соны тілге тиек етіп жатыр да. Ақаң биыл 40-шы қысың көрмек, 35 көктем көрген бойдағында. 30 орда бұзар жасыңнан асқаныңша, қыздардың қызығына тоймадың ба? Жоқ әлде ұрпақ қамын ойладың ба? Енді қалған азғантай жылға бола, миыңды қатырмай қоймадың ба? Сондай бір әдемі әзіл. Ақа, жалпы негізі айтыста енді айтыс болғалы әзіл ілесіп келе жатыр ғой. Әзіл айтыстарда көрермен жақсы қабылдайды. Ар жағында Құлманбет, бер жағында Жамбыл, осы кешегі Шорабек, Әселі хандардың
сол кездерде мысалы енді әзіл айтыстар өте көрермен мысалы жақсы қабылдайды. Жалпы сол кездегі айтыскерлер мысалы жаңағыдай сол замандардағы әзілдерден мысалы қандай бір нәрселер айтуға болады, мысалы жаңағыдай өткір болмаса жаңағыдайғы отқор шыққан, болмаса жаңағыдайғы мынау Әселхан апаларымыз бен жаңағы Шөребек ағаларымыздың кезінде қыз жігіт болып айтысқан кездерінде мысалы сол кездегі нелерден қандай шумақтар есіңізде бар дегенім ғой. Енді сіздің сөзіңізге орай мен бір есіме түсіп отыр да, бұл енді халықтың аузындағы әңгіме. Ертеректе дейді Жәңгір ханның ордасында Жәңгір ханның тізесін басып отыратын бір аты жоқ ақын бар екен дейді. Қасында жыршысы болып отырады екен дейді. Сонымен Махамбет пен Исатай Жәңгірдің ордасына кіріп сұхбаттасып отырған ғой. Жәңгір хан бір жұмысым бар еді деп сыртқа шығып кетсе, Махамбет кімді сарай ақын сөзге тартып, кімді Жәңгір ханды бір екі жолмен жамандап өлең шығарсаң, бір жолмен жамандап өлең шығарсаң, бір биылғы соғымың неден болайын деп тұрды. Және ешкімге тіс жармайын деген уәдеммен қоса депті. Сөйтсе Исатай айтады дейді, екінші жолмен жамандасаң, тағы бір жолмен, тағы да менен бір семіз бие алайын деп тұрсың. Менен де ешкімге тіс жармайын деген уәдеммен депті. Сонымен Жәңгір хан жоқ, не істесем болады деп бастап кетті дейді бағана сарай ақыны. Құдай, зұлым ханға жолықтырма, жолықтырып біздерді зорықтырма десе, ар жақтан Жәңгір хан әм деп күліп келе жатса, қарай қалып, мың алғыс Жәңгір ханды берген Құдай, қазақтан мұндай жақсы толып тұрма деп ойлайды. Сонда бұлай да бұл айтқыштықтың сипаты ғой. Негізі бұл енді айтыстағы мәрттік қой, мысалы енді шында қазір мысалы Ереке өзіңіздің осы қанша жыл айтысты келе жатсыз, жалпы осы айтыста осындай мынандай біреуді мақтайсың, мақтап жер, осындай бір болмаса керісінше даттап жібер, болмаса осындай бір кемшілігін көрсетші деп сондай бір сәттер болды ма өзіңізде жалпы? Енді өз басымызда талай ондай нәрселер өтті ғой, оның барлығы енді. Ал енді мен мынау жүрген кезде Әзімбек марқұммен көбірек қатар жүрдік. Сондықтан дәл бұндай ситуацияда тапқырлығы керемет оны. Анау Шымкентке барып, бір тойдан содан кейін жаңағыдай тура ол кезде асаба ретінде шақырады ғой, қызмет етіп, ертеңіне ол кезде асабаны алып қалып, ертеңіне құрмет көрсетіп, арнайы тамақ беріп жататын. Сондай ертеңіне соның үстінде, сондай тамақтың үстінде, жаңағы той болғандардың, ағайындардың ішінде біреу келіп, кішкене қолында дүниесі барлау, малы барлау кісі екен. Соны келді Әзімбекке, Әзімбек мені мақташ деді. Соны Әзімбек жаңағы мақтады, мақтап жіберіп еді, сөйтіп еді, саған бір жылқы деді. Енді жылқы деді, жылқы. Сонымен сол жылқы аталды, сол әңгіме сөйледі қалды, бәріміз тарадық. Әлгі өздері жандарына жақын тұтқан азаматтарды шақыра берді, шақырады. Араға бір 3 ай салып Әзімбекті қайтадан сол тойға шақырады. Сол ағайындар тағы бір тойына тура сондай жағдай болады. Ертеңіне де күтіліп отқан кезде тура бұрынғы тойдағыдай жағдай болып, ертеңіне тағы да сол кісі келеді ғой. Ой, Әзімбек, ол біздің Әзімбек қой менің інім. Әзімбек бір шумақ мақташ дегенде Әзімбек жаңағы ағайын, қанық едім істеріңе, қуанам тағы ортаңа түскеніме. 3 ай бұрын бір айғырым жоғалтып ем, ағайындар көздеріме түспеді ме? Қосып осылайшы. Бұл да бір тәмсіл әңгіме мысал ғой, баяғыдан келатқан. Бір үлкен бай үлкен жиын жасап жатқан, сол жерде бір ақын кімді мақтаған ғой, бай дейді. Мақташы деп айтты ма, айтыскер ақын болу керек, Құдай біледі енді. Бұл өзі қызық қой, қазақтың тура мінезі секілді айтыста өзі. Мақтан құмар қазақпыз ғой. Сөйтті мен мақташы десе, анау ақын алыпты домбырасын алып, мақтайды кімді байды. Бай ырза болып, бір жылқы деген ғой. Сөйтсе, анау одан бетер сіз секілді асыл зат туылмаған деген секілді қара қылды қақ жарғансыз, жомартсыз деп, одан бетер мақтаса, 100 жылқы деп айтады дейді, қатты ырза болып, қасындағы байдың жанашыры келіп, байеке, қазына ортайып баратыр, қазына ортайып баратыр десе, жай сыбырлайды дейді. Өтірік мақтауға өтірік жылқы болады да. Осындай да бір әңгіме жалғастыра береді. Анау онда қатар жүрген азаматтардың әңгімесі ғой. Мынау Айтмұхамбет Исағып, соның көкесі бар екен, онда тұратын.
сол енді айтысшы жібермейді, айтысты жаны сүйеді. Соның бір күні ақын Айтмұхамбет келген кезде айтты, Айтмұхамбет, анау шорабектерің сахнаға шығып алып, неге теке ұқсап бақылдай береді, менің қолыма бір түсіндірші, ботадай боздатайын депті. Енді анау өзі сөзін дүркін. Енді Айтмұхамбет оны естиді да, оны Шорабекке айтып барады. Шорабек осылай деп жатыр көкем менің. Осылай ботадай боздатайын депті. Мына керемет деген екен. Анау енді өмір естімеген. Сен көкеңе айтып бар, мен жеңілдім депті. Соны ол қайтадан келеді де көкесіне айтады, мен сөзіңізді жеткіздім. Шорабек айтты, сізден жеңілдім деді. Көкесі айтады, дұрыс болды. Онда мен Әселханға дайындала берейін деп. Шөкең демекші еді, осы жерде мен тағы бір қосып жібере салайыншы, арасында бір май бір ет дегендей. Айтыңыз аға. Есімізге түсіреміз осылай. Қазақтағы тұңғыш космонавт Тоқтар Әубәкіров неге ғарышқа ұшып келгеннен кейін жер аралап шықты ғой. Сонда Жамбыл облысына келген кезде алдынан Айтмұхамбет Исақов пен Шорабек Айдар ағамыз екеуі арнау айтып тұр екен. Сөйтсе Айтмұхамбет ағамыз бастаған ғой, олар айтысып кетеміз деп те ойламаған, арнау айтқанда өзі солай кетіп қалған ғой. Бастапты кім? Айтмұхамбет ағамыз. Мүмкіндік аяқтысам тұсап еді, сонда да өлтірген жоқ құса мені. Бұл жалғанда әділет бар болса егер, орыстан бұрын тоқтар ұшар еді деген ғой. Сөйтсе Шөкең су салып айтып жатыр дейді. Дегенмен байқа бала, ақындар мұндай ойды айта ала ма? Орыстан бұрын ешкім ұшқан емес, орыстан бұрын ұшқан лайка ғана деп. Иә, лайка. Керемет екен. Былай әзіл, былай қарасаң, енді тарихынан да оны қарасаң шынымен ғой, ең бірінші орыстар бағана тәжірибе үшін лайка деген құсты ұшқызады ғой. Не құсты деп қоймай итті. Сондай анау ақпарат беріп отыр, және кімді әлі кеңес одағының мұзы әлі сіресе қоймаған тұс байқа бала деп кішкене сақтандырып отыр деген. Жалпы негізі Ереке, мен байқағаным, мынау айтыстағы әзілдерді, әзіл қалжыңдарды, оқиғаларды айтқан кезде Әзімбекті айналып өту мүмкін емес. Мүмкін емес. Әзімбектің айтыстағы әзілдері бұл кітапта болып шықты, айтылып та жүр, осы біздің әріптестердің арасында, елдің арасында да айтылып жүр. Мынау сондықтан мынау Әзімбектің бір-екі оқиғаларын айтып отырсаңыз, енді өзіңіз Әзімбекпен өте көп араластыңыз, қасында көп жүрдіңіз. Анау ол кезде анау бір әңгімесі енді кез келген қалыптасқан жағдайда, сол жағдайда сөз тапқырлары керемет тұр Әзімбектің. Анау ол кезде әр аудан орталығында айтыс ұйымдастырылады, содан кейін әр аудан барып киіз үй тігеді. Киіз үйін тігіп, жаңа өнерпаздың бәрі болып, мына жақта айтыс болып жатса, мына жақта концерт болып жатады. Содан жаңағы екі үй қатар тұрған Әзімбек, қасында үшінші адам Жұман Естәулетов деген мынау Сарысудың керемет термеші, әнші азамат адам, дүниеден ол да өтіп кетті. Содан Әзімбек үшеуміз тұрып едік. Бір киіз үйден шу етіп бір 7-8 қыз шықты, ол шулап. Ол кезде Шу ауданында Шу еркесі деген ансамбль болады, қыздардың би ансамблі. Сонан ана жерде қыздар шыққаннан кейін енді Жұманда жаңағы әзілдегісі келіп, анау қыздарға мойын бұрып, қыздар, сендер қаяқтансыңдар десе, қыздар, биші қыздарына айтты, ағай, біз Шу еркесіміз, сіз ше дейтсе, сіз ше деп сөйтсе, Әзімбек айтады, бұл Сарысу серкесі деп. Енді анау әдемі жаңағы теңеу ғой. Сондай кездегі теңеулеріне, тапқырлығына. Ереке, мынау енді жыл өткен сайын енді айтыста дамып келе жатыр. Баяғы айтыс, енді Әзекеңнің кезіндегі айтыс қазіргі айтыс емес ол жаңағы. Мынау қазіргі айтыста мынау жастар міне осы тыңнан түрен салып жүр. Нұрлыбек өткенде ғана айтыстардан үлкен жүлде алып жатыр енді. Нұрлыбек, енді қазіргі айтыста мысалыға, қазіргі айтыстардағы әзілдер, қазіргі айтыстағы ұтымды шумақтар, өзіңнің айтысың болсын, жоқ өзіңнің әріптестерінің айтысы болсын, осы төңіректе кішкене әңгіме айтып отырсаң. Осыдан 2005 жылы Жүрсін ағамыз айтысты Мәскеуге алып барған. Сол кезде барлық 12 ақын барды Мәскеуге алып барған кезде, сол кезде 12 ақынның барлығы әділ болсын деп, ақындар өздері келісіп,
сахнада жұттайды ғой бәрін. Сахнада жұттайды. Сол кезде жұтталғандардың ішінде Қызылорданың Мұхтар Қуандық пен Нұрлан Мұсайыптың айтысы өте тартысты өткен, шынайы айтыс болған енді. Шаппа-шап сонда Мұхтардың бір ғана Нұрлан тапқырлығы амандасуынан, енді қазіргі тілмен айтқанда ұстап отыр деген нәрселер осында. Мұхтар былай бастайды амандасуын. Талдырмай қанатымның топшыларын қалықтап келді алдыңа қос қыраның. Бұл Мәскеу бала күннен танысмаған жоқ, сондықтан титтейді жатсынарым. Панфилов дивизиясының сарбазы болып, атамда төнделген Москваның, әкемде бір кездері коммунист болып, жырласқан партияның достығын деп келет амандасу. Сонда Мұхтар Нұрланның бірден сол сөзіне айтқан жауаптары ғой. Мұхтар келіп қасыма ұрынып тұр, қайсымыз дәл бүгін тілініп тұр, коммунистің баласымын деп қояды, сүрінбейтін жерден келіп сүрініп тұр, коммунистің баласы екендігін Москвам дегеннен білініп тұр дейді ғой. Ана жаңағы амандасудың ішінде сондықтан да айтсүйер ағайынды жырымның шарбатымен Москвам деген тіркестері болады ғой. Сол жерлерде мынадай тағы да бір әзілдер айтылады. Мұхтардың несі ғой, тиісі ғой енді кімге? Нұрланға. Кірмейтін аламанға қаны қызбай, ақиқат ащы келеді дәмі тұздай, сенімен айтысуды ұзақ күттім, неке түнін аңсаған кәрі қызай деп. Сол кезде Нұрланның айтқаны ғой, Москваның төрінде ән қылайын, көсілтіп қанаттарды талдырайын, несіне артық ауыз әңгіме айтып, жабағының жүнінде жалбырайын, кәрі қыздай сенімен аңсап келсең, кәрі шалдай айызını қандырайын деп. Сондай бір жақсы нелер болған. Нұрбек, рахмет. Жалпы маңғыстаулық Нұрлан Мұсайып енді осы айтыстың бір тұздығы сияқты өзі. Мен ол Нұрланды өткенде Асанбай Асқаровтың айтысында келіп біраз өнерін көрсетті, жоғарғы жүлдеге ілікті. Жалпы Нұрлан бауырым байқағаным, осы айтыстағы осы әзіл қалжыңдарды, осындай хикаяттарды өзі де түртіп қойып, осы төңіректе бір бағдарлама жүргізеді ғой өздерінің жергілікті телеарналарында жаңа. Кезінде осы біздің жергілікті айтыстарды сол Маңғыстауға, Ақтауға шақырып бір бағдарламалар түсірді ғой деймін өздері жаңағы. Өйткені мен оны ғаламтордан көріп қалдым жаңағы. Жалпы негізі Нұрлан Мұсайып туралы да осы айтыстағы әзіл қалжыңдар туралы көп әңгімелер айтылады осындай. Осындай нәрселер есіңізде ме аға? Осындай бір Нұрлан туралы, жалпы Нұрланның төңірегіндегі айтысы туралы. Нұрлан жалпы өзі әзілге кімге, неге құмар болса сол жағынан келеді ғой, әзілге өте құмар. Айтыста да сол жанрды, сол жағынан келетін бәріне. Кейін айтыстың ортасында қышқыл-мысқыл деген бағдарлама жинап алды, ашып алды. Басымнан кешкен өзім куә болған бір-екі жайды айтып берейін. Осы Қызылорда қаласынан бір айтыстан Волга ұтып алыпты, содан кейін Маңғыстауға жалғыз өзім мініп барам ба, Ахметжан ағасыз бірге мініп барайық қасыма серіктес деп. Соны Қызылордадан Маңғыстауға тартып екеуміз Волганы айдап. Баратқанда ағайындарын аралап келе жатырмыз ғой, Маңғыстауға кіргеннен кейін Қызан деген ауылда тұрады екен. Оған жетпей нағашылардың ауылына келдік. Әппақ жарқыраған Волга, ояқта егін егілмей шарбақтар жоқ. Ел енді топырлап келіп жатыр. Сөйтсек әппақ Волганың қасына бір ит келді, бір дөңгелегін аяғын көтеріп сарып кетті. Қарап тұрсақ, екінші қара ит келді, екінші дөңгелегіне сарып кетті. Сөйтсе бәрі қарап тұр ғой, жаңа Волганы бүлдірді деп. Сөйтсе Нұрлан айтып жатыр ғой, мен болмаса иттерің пұтына жібереді екен деп. Керемет. Және тағы бір әзіл сол неде болған Ақтауда жүргенде таксиге міндік. Таксиге мінгеннен кейін Нұрлан өзі ергөңіл жігіт қой, бағанағы Волганың қуанышымен кеудесін желгернеп тұр ма, Волганың есігін тарс етіп қатты жапты. Не қабағын түйіп қалды да, не үйіңде холодильник жоқ па десе, бар дейді, жауып жүрген жоқсың ба десе, ішінен жауып көрмепті. Керемет. Содан кейін бағана ұмытып қалмай тұрғанда айтып кетейінші, Әзімбек ағамыз жайлы сөз болды ғой. Әзімбек ағамыз бар, мен бар, Біржан Соқтай бар, Шырымбек Қойлыбаев бар. Бәріміз неге такси жалдап алып, неге баратырмыз Алматыға айтысқа. Бұл кезде бір қиын заман ғой, ақшада, машинада қиын кез. Сонымен қаладан шыға берсек, Максима деген жап жаңа машинамен Әзімбекті көре қалды деп тоқтады бағана таксидің алдына. Кездесіп қалсақ енді бізден сипақтап тұрмайды, қашқақтағансып тұр енді, жолда клиент алам деді ма. Сөйтсек Әзімбек ағамыз соны түсіне қойып бірден тұрған кезде Максима
Волга деген таксима жайғасайын жаныңа, жалғыз өзің қақшима деп бір шумақ айтты да, ана бірден жадырап қоя берді, сумкаларды алып ненің машинасына қойдық. өзі Және бір екінші тұсы, Мойынқұмға айтысқа бара жатырмыз, бір автобус болды, бәріміз. Ол да сол бір Мойынқұмға жақындағанда бір ауылдан тоқтасақ, жолда магазин, дүкен ештеңе жоқ, елдің бәрі айран, сүт, бағанағы шылым нелердің бәрін, шөлмектердің бәрін жүгіріп жүріп сатып жүрді, көп әйелдер, қыздар. Бір автобус ақындап түстік, енді ол кезде Әзімбектен басқа арамызда қазіргідей эфир, интернет жоқ, танымал ешкім жоқ. Тек қана Әзімбек енді. Соны таниды ғой. Түскеннен кейін Әзімбек ағамызға елдің бәрі жүгіріп жатырды, Әзімбек деп бәрі айран іш, темекі шек, нан же деп бәрі. Біз бәріміз состиып тұрмыз бір автобус ақын. Сөйтсек, бағана кісілерге қарап айтады да, мына кісілер мынау автобустағы адамдардың ішінен біреуін танисыңдар ма дейді. Бәрі танымаймыз десе, бұлар да ақындар, айтысқа баратырмыз деп қояды. Сондай бір әзіл бар Әжекеңде. сондай ол заманда да содан кейін сол әр ақынды айтқан кезде Ореке сол ақын әзілді керемет әзіл айта отырып сол елді барған жердегі проблеманы ұштастырып отыратын да. Мына Есенқұл ағамыз марқұм нені осы жерде үлкен Бауыржан Момышұлы ағамыздың 80 жылдығына үлкен республикалық ақындар айтысы болатын болды. Соған ол кезде Таласта тұрамыз, Шорабекте, Ақкөлде тұрады. Ербол, сен барып пойыздан Есенқұл Жақыпбек келе жатыр, соны күтіп ал деді. Күтіп ал деді. Мен ештеңке ойымда жоқ. Қазір ардың күрдің барып оны күтіп алып, бері қарай Таласқа алып келіп алды мен. Содан кейін қонақ қыламыз деп. Сөйтсем Есенқұл жайлап менің жүріс-тұрысымды, болмысымды, енді Шорабектің шәкірт екенін біледі. Соны біліп жүрді, соны ертеңіне айтысқан кезде мынау Тараз қаласындағы қазір Баласағұн, ол кезде Химпром атындағы мәдениет үйін. Ол кезде Химпромның директоры Атабаев деген кісі болатын. Сонда жаңағының Есенқұл екеуміз айтысып отырмыз, сонда Есенқұлдың айтқаны ғой. Сен едің Қаратаудың Қасқалдағы түтіннен ұша алмайсың аспандағы. Химияның кесірінен қыздар түгіл басында Шорабектің шашы қалмады. Ел жұртына мықты ақын атанайық, көрерменге де тәтті сөз қаталайық. Шорабектің қалған шашын төлейсің ғой, Химпромның директоры Атабаев деп. Сонда қалай жеткізген ананы әзілді әкеп, анаған тіреп, сонда Атабаев залда отырды. Сонда өзі отырды, сонда дұрыс қалды. Сондай нәрселері енді Есенқұлдың. Ереке, мен де өзім сол айтыстың қазақ алқасының мүшесімін ғой, жаңағы қаншама айтысқа қатысып жүрмін ауданда, облыста, жаңағы. Сонда мынау кешегі карантиннен ел енді есін жинаған кезде сол бір айтыстар өтті. Сол кезде бір кейбір айтыскерлер неге қосты өзінің жырына, әзіл дейміз деп қосты ғой әрине енді. Сонда жаңа сол карантин кезінде той басқардың деп, сол тойхананың артынан кірдің. Енді оның айтамай тұрғаны сол енді сен басшыларының артынан кірдің деген нәрсені сол теңестіріп айтты ғой жаңағындағы. Сондай бір әзілдің біреуі, по-моему, Дидар саған айтылды. Иә, Асқаттың кезінде сол Асқат Қылышбек айтты ғой бір айтыста, мен егер шатаспасам. Жалпы қалай ондай әзілдер өзіңе ауыр тиген жоқ па, дұрыс қабылдадың ба? Енді сен сол жерде жауап бергенде мен білем жаңағы енді, бірақ дегенмен де жалпы айтыстағы осындай әзіл шумақтар туралы бір өзің ойыңды айта кетсең. Жалпы мынау шаш дегеннен шығады. Жалпы бізде Жыралбы Жамбыл деген республикалық тұрақты айтыс болып өтеді бізде Жамбыл облысында. Сол бір айтыста Аспанбек Шұғатаев деген айтыскер ақын жалпы. Ол кезде әлі танымал болмаған кезетін. Сөйтіп айтысқа айтыс болайын деген күні барлық ақынды қонақ үйден шығарып атады да Аспанбек ұйықтап қалып кетеді. Тамара Әбдікәрімова деген әпкеміз соның есігінің алдында күтіп отырады Аспанбекті. Ұрады. Ашпайды. Ұйқысынан тұрады да айтады ғой, әпке, мен шашымды жумай сахнаға шықпайтын едім. Маған шампунь тауып берсеңіз дейді. Ой, болды деп Тамара әпке жүгіріп дүкенге барып шампунь алып келіп береді анау жігіт. Сөйтіп анау жігіт шашын жуып алып, сөйтіп Баласағұнға айтысқа шығайын деп айтысқа басына орамал тағып шығады ғой Аспанбек. Иә. Сөйтіп айтыстан шығып келесі Тамара әпке ұрысып жүр дейді Аспанбекке.
ей сен орамал тағатың бар, шампунь сұрап не қыласың ба? басың бәрі шашың бәрі жабық дейді ғой. Жалпы осы секілді бағана Нұрлан ағамызды айтып жатырмыз. Нұрлан Мұсайып ағамыз жалпы бізге жақында осы өзінің бағдарламасын осы Жамбыл облысына келіп түсіріп кеткен болатын. Сол кезде мені ертіп алды, жалпы ол жақ жүріңдер шалдың балалар менің шашымды аламыз деп. Сөйтіп мен бар, Жалғас Орынбасар деген досым бар, екеумізді ертіп алып Гранд базар жақта шаш таразға апарып, жігіттер қалталарыңнан ешқандай тиын шығармасын, өзім төлеймін деді. Өз шашым, өз басыма өзім жауап беремін дегендей. Сөйтіп шаш тараз шығыс шашын алып кетті. Сөйтіп сізге қолма-қол ақша ма, кәсіби ма деді. Сөйтіп кім айтты? Нұрлан аға. Енді біздікі кәсіби ғой, білесіздер, ақтаулықтар Таразда да кәсібімен жүреді ғой деді. Сол жер ұтқыр бір жауабы болған еді. Өз басым, өз шашым, өзім жауап беремін деді ме? Жалпы осы жерде осындай Мұхтар Ниязов ағамыздың сөзі бар ғой, жалпы Парижге барса ел Эйфель башынан көруге келеді, Жамбыл облысына келсе есепті көруге келеді. Сол Есет аға айтпақшы, жақында ғана осы Мойынқұм ауданында айтыс өтті. Сөйтіп айтыста орын аламай қалды ол кісі. Сөйтіп айтыстан кейін кешкі аста, енді ақындардың бәрінің қарны ашып, барлығымыз отырмыз. Ол кісі кешкі асқа кешігіп келді ойдым. Сол ешкім бір Есет ағаға назар аудармады ойдым кешкі аста да. Барлығын қарны ашып кеткен жеп отыр. Өзі тұрып, кеп қарап тұрып айтып жатыр ғой, бұл жақта да орын жоқ екен болмады. Бұл жақта да орын жоқ. Сол кісі, осы Есет аға осыдан бұрындары Шалқарда, Ақтөбеде бағана Ахметжан аға айтпақшы, Қайнар Алагөзовпен айтысатын болады. Сөйтіп Жеребемен екеуі түседі, сөйтіп кім Мұхтар Ниязов тұрап жатыр дейді таңертеңмен. Ай, осы Қайнар сен кіммен айтысасың деп. Осы Есет Досалы ағамен айтсам деп. Есет аға қасында отырып, ой Қайнар саған обал болыпты ғой депті Мұхтар аға. Сөйтсе Есет аға домбыраны алып алып, неге Мұхтар ағасын жек көреді, онысына ағасы өкпеледі, Қайнарға обал болса не болыпты, 30 жыл Есет көп ол болып келеді депті осы жер. Мына енді осы жерде жасымыздан осыны Ахметжан ағамыздың біраз айтыстарын қарағам, енді ескі бұрынғы айтыстары ғой, енді сол кезде Ахметжан ағамыз бағана тіліне тиек етті, оны Қайнар бойдақсы деп тиіскені бар ғой. Тағы да осы Ахметжан ағамызға қай ақынмен айтысқаны белгісіз, бірақ енді жауабы есінде қалыпты Ахметжан ағамыздың. Сонда қарсылас айтады ғой Ахметжан ағамызға, Ахметжан, мықты ақындар қатарысың, қара сөз айтқан кезде баталысың, үйлен де өзіңе мез болып, тым болмаса үйленші отан үшін деп Ахметжан ағамызға. Сол кезде Ахметжан ағамыздың мынандай ұтқыр жауабы болған: айналайын отан үшін үйленші деп, жарты жолдан тайғанады атың мүлде, немене үйіңдегі жеңешеміз қасыңа отан үшін жатып жүрме деп. Сондай бір жақсы нелер болған. Әлі ел айтып жүрген тағы да бір өзім куә болған. Мейірбек Сұлтанға мен осы Ахметжан ағамыз Қызылордада айтысып жатыр. Сол бір айтыста Ахметжан аға қазы болып, Мейірбек Сұлтанғаның бір бал төмен қойып жібереді ғой. Соны Мейірбек айтады ғой, енді Қызылордада болып жатыр, бұл ақаң жаңағы бір балымды жеп қойған деп. Содан финалға өте алмай қалдым. Бірақ енді неге қазыларда кілең ұстазым отыр, өздерің білесіңдер ғой ақаңа не қою керек екен деп. Сол кезде Ахметжан ағамыздың мынандай бір жауабы болған: бір балымды жеп қойды деп Мейірбегің назын айтып сахнада толғайды ғой, мал жемейтін қасқырды көріп пе едің, бал жемейтін қазда болмайды ғой деп. Сондай ақа бағана Нұрланға тағы да оралып кетсек, Нұрланмен жаңа Айтақын Бұлғақов айтысып жатыр ғой. Сол кезде Айтақын Бұлғақов айтады ғой Нұрлан Мұсайыпқа, қысқа жіп күрмеуге келмейді ғой деп, бойының қысқалығына тисе ма. Сол кезде Нұрлан мынандай жауаптар болған: меселін ініңіздің қайтармадың, жөн болар сахнада жайқалғаным, қысқа болсам анама ұқсағанмын, айтайын мен өмірде байқалғаным, анамнан тумай жат мен әкеме, ұзын әйел алшы деп айта алмадым деген сәт шумақтар болған. Сондай әңгіменің соңында әңгіме түртестемекші, мына талай қызықты әңгімелер еске түсіп жатыр. Мына кім Дидар Шемелес айтайын дедім ғой жаңасында, осы әңгімелерін. Жалпы мынау осы Ахметжан ағамыздың айтыстары жайында ғой.
осы бұл кісі Біржанның інілері, Сараның сіңлілері айтсын, бас жүлде алған, жалпы қыз бен жігіт айтсын шебері ғой. Сол кісі осы Ахметжан ағамызбен Алтын Әкпенің айтыстары бір қазіргі тілмен айтқанда эл классико секілді, екеуінің айтысын бүгін халық жүретін. Сол бір жыл екеуі айтысып сөйтіп бойдақ қасымда, Ахметжан аға айтады, қасымда отқан бойдақ қыз жеп қоямын дейді ғой. Сөйтсе Алтын Әкпе жеймін деп несін айттың мұны маған, тасындай диірменнің зымыраған, ертектегі түлкідей болып жүрме, сүт ішем деп басын шығара алмаған құмырадан дейді ғой. Сөйтсе сол кезде Ахметжан ағамыз қу десең бар болмысым осы міне, ешкімнің жармас бағым есіміне, ешкім маған қой демес бойдақ қыздың, ентелеп кіріп барсам есігіне, басымды мен өзімде шығармаймын, бір тықсам құмыраның тесігіне деді. Жалпы Асанәлі ағамның ауылына барғандағы айтысың ба сенің? Асанәлі ағам. Кіммен айтысың сол кездегі? Сол кезде кіммен? Қарлығаш Әубәкіров. Қарлығаш Әубәкіров аға. Енді тура Асанәлі ағамның ауылында ғой. Аға сол кездегі. Енді бойдақ қыз, енді кішкене енді жігіт болып бұрындаған ғой. Сондықтан алғы жерде енді тура шумағы солай енді ойын, түпкі ойын бойы есімізде қалған. Сонда сен маған тисе берме, ауылымда менің төлегенім күтіп отыр деген ғой. Аға. Сонда анау қалай? Төлегенің бар болса үйде жатпай, Бекежанның ауылында неғып жүрсің. Асекеңнің ауылында. Ақындардың бағып жүрсің, аспанда жұлдыз болып бағып жүрсің, үйінде төлегенің күтіп отырса, ауылында Бекежанның неғып жүрсің. Енді керемет болған анау, енді сол шумақ енді. Сол айтыста. Сол айтыс есіме түсіп отыр ғой, сол кезде Сара әпкеміз тиіседі ғой, Ахметжан ағасы 35 жасқа дейін үйленіп. Сара тоқтамыс бар. Осы жасқа дейін үйленбедің, бос белбеуді көрмедім сен секілді дейді ғой ағамызға. Сөйтсе осы кісі жауап береді. Бос белбеу екенімді қайдан білдің, белдігін бағытып көріп едім деп жауап береді ғой. Жалпы осы Сара Тоқтамысова дегеннен шығады. Жақында да осыдан біраз жыл бұрын Құланда дулаттардың асы болды. Сол кезде бір ас болып бәйге көкпар, сол кезде айтыс болды. Сөйтіп Сара Тоқтамысова мен оралдық Талғат Мықи ағамыз айтысты. Талғат Мықи ағамыз өзі түрі жап-жас, өзі бойы кіп-кішкентай. Сөйтіп Сара әпке тиіседі ғой бағана. Кіп-кішкентай өзің отырсың, тышқан ұқсап дейді ғой. Сөйтсе Талғат ағамыз жауап беріп жатыр. Талғат Мықи Сара қыз тиісті ғой түрімізге, оған қатты қышып барады тілімізде. Тышқан деп айтатындай Талғат ағың кіріп шығып көріп бет ініңізге деді ғой. Сөйтіп екеуі айтысып болғаннан кейін артынша Біржан Байтұловпен Айтбай Жұмағұлов ағамыз шығады. Сол кезде екеуі шығып жатқан кезде сахнада жарылып сөніп қалады ғой екеуі. Сөйтсе Біржан аға суырып кіріп жатыр дейді. Ақындар тыныстарын тең алар еді. Айтыста ерекше бір тема бар еді. Біз емес Сара Талғат айтысқанда жарық сөніп қалғанда не болар еді? Ініне кіріп алып Талғат ақын жарық қайта шыққанша дем алар еді. Негізі сөзі байқап отырмын. Айтыста бойдақтыңыздан көп таяқ жеген екенсіз, үйленіп тұрғаныңызда дұрыс. Солай болды. Мынау Ереке, жалпы мен өзімде осы өзімнің әріптестерім арасындағы, жалпы өнер адамдарының арасындағы қызықты хикаяттарды өзім қалама іліп жүрдім, жазып жүрдім, түртіп қойып жүрдім. Оның бір шамасы кітапта болып шықты. Соның ішінде өзімнің әріптесім журналистер де бар, айтыс ақындар да бар. Өзіңіз туралы да жаздым. Соның ішінде бір өзіңіздің жас кезіңізде бір ауылда бір күреске түскен, ойламаған жерден сіз бір Спартакиада болып, орнына бір балуан келмей қалып, сізді қосып, осы бір қызыңызды өз аузыңыздан естісек дұрыс болар еді. Иә, ол кезде енді жас кезімізде не ғой? Бала жас кезімізде күреске қатыстық. Мен күреске қатыстым. Сонымен күрестің алдында мен жалпы футболды жақсы көрдім, футболға ауысып кеттім. Сол қанша жыл қақпашы болып. Содан ол кезде Алатау таңы деген жарыстар өтетін. Облыстық Алатау таңы. Тек қана кәсіби емес, ауылда тұратын. Ауыл еңбеккерлері. Таза ауыл еңбеккерлерінің спартакиадасы болатын. Сондай бір спартакиада жылда ол бір ауданда өтіп жатады. Сонда келесі жылы Жамбыл ауданында болса, Жамбыл ауданы бір жыл бойы дайындалады. Облыс сол Жамбыл ауданында не жоқ? Стадион ба, стадионын соғады. Енді сонда әр аудан өзінің сол жағынан да содан Талас ауданында өтетін болды. Дадабай Бералы деген марқұм кісі сол кезде
Содан кейін футболға дайындалып отырғам. Сол кезде Еркін Шоңып деген біздің Талас ауданының құрамасының жаттықтырушы жүрді. Ойбай Ербол, шықшы, 82 килограммға күресетін адам жоқ. Ана ол күресекке ойып балам, ол қой кезек бағып келді. Қой кезек деген ол бұзылмайтын заң ғой. Әй, Еркін, мен қанша 7-8 жыл болды күресінде алып. Жоқ, бәрібір. Өйткені сен күресіп жеңіліп қалсаң да бізде 2 ұпай болады. Ал орнына адам қоймасаң, онда -2 ұпай қояды. Соны шықты. Содан кейін анау Сәрсеш деген кісі бар тұғын, өзі сондайлардың бәрін жүргізіп жүреді. Өзі өте сөзге де мықты әзілқой ол кісі десін. Содан шықты. Қызыл белбеулі палуан хабарлап жатыр. Жамбыл ауданының палуаны Абзал Нұрахунов, қазақ күресінен спорт шебері, дзюдо күресінен спорт шеберіне кандидат, Жазылбек Қуанышбаев атындағы республикалық жарыстың 2 дүркін жеңімпазы деп оны тастап. Қызыл белбеулі палуан, Талас ауданының палуаны Ербол Қамбатыров облыстық ақындар айтысын жүлде көрді. Сен де оның не қатысы отырсың? Сен туралы бір нәрсе айтып қой. Сондай қызықтар болады. Сол айтысты бол кезде мен айтысқа қатысып жүрген ғой. Содан қанша минут шыдадың? Содан 1 минут 37 секундта таза қойып кетті ғой. Бұлай қашырын қолынан қалай тұрды? Соның бәрі. Ана айқайлап тұр. Ербол, бір прием суырып салсайды. Оған қаяқтан? Атақ дегеннен шығады, Нұрлан Есенқұлов ағамыз, жалпы Шымкенттің айтыскер ақыны, сол кісі бір тойға бір атақты кісі келді дейді. Үлкен қария, таяғын ұстап алып, той иесі айтты дейді, ойбай балам, мынау кісі әдемілеп хабарлап шығар мынау кісіні дейді. Болды деп, микрофонды алдым дейді. Ең бірінші батаға сол кісіні шығардым дейді. Ана кісі өзі асықпай тұрады, үлкен кісі, таяғымен жайлап тұрғанша мақтадым дейді. Келгенше бүкіл атақ абыройын айтып келдім дейді. Осы кісі осындай, тоқтаман дейді. Өзі жай жүретін кісі дейді. Бүкіл несін айтты. Сөйтіп жаныма келіп та микрофон ұсындым дейді. Ай балам, рахмет, бірақ сен менің анау тағы бір 2 атағымды айтпай кеттің ғой деп мен жуатыр дейді анау кісі. Аға, негізі айтыскерлердің тұзы жеңілі ме? Негізі қызықты оқиғалар кез келген адам басында болады ғой, негізі былай енді. Әрине бір адамдар болады, өзі сондайға кезігіп жолығып жүретін. Көбінесе осы ақын жазушыларда айтылады, айтыскер ақындарда айтылады. Әлде сол ауыздан ауызға айтылып, солай аңыз бола ма әлде, мысалы, осы айтыскер ақындардың? Әлде айтыскер ақындар тұзы жеңіл өздері сондай оқиғалардың ортасында әдейі сен тағдырдың есін жазуымен әйтеуір бір жиі жолығып жүре ме деген нәрсе ғой. Мысалы енді қалай мысалы айтыскер ақындар осы айтып отқан әзіл қалжыңдарымыз, оқиғаларымыздың бәрі қалай пайда болған деген ғой. Мысалы енді ауыздан ауызға жетті, жазылды, айтылды. Бірақ неғып осы айтыскер ақындар, өнер адамдары, ақын жазушылар ғана осындай оқиғаларға тап болады да, басқа саланың мамандары, басқа саланың өкілдері осындай жағына келген кезде сәл жаңағы енді көбірек жолығады деген ғой өнер адамдары. Әлде біз өзімізді көбірек айтып, осыны көбірек жарнамасын жасаймыз ба? Қалай ойлайсыз осыны? Енді ақындар айтқыш қой. Басындағы ситуацияны тапқырлықпен, әдем әзілмен қосып жеткізіп жібереді да, осылай. Елдің ішінде көп тарайтын шығар деп ойлаймын. Солай болудан кейін сөздің де қанаты бар ғой, ол айтқаннан кейін ол әдем айтылған сөзді халық ұмытпайды. Халықтық өлең дейміз ғой, мен бір таңғалатыным, халық деген сөз кем айтылған жерлерін одан басқа айтқыш адам түзеп жібереді. Одан кейін естілген адам тағы жерін күзеп жібереді. Сөйтіп саф алтындайы халықпен халыққа жүріп кете береді деп ойлаймын. Негізі, мысалы айтыста мысалы әрине енді ақын дайындалады, алдын ала мүмкін қарсыласында білуі мүмкін, ол қарсыласының енді кем-кетігін қай жағынан тиісетінін, нені қозғайтын алдын ала енді одан да былайша айтқанда жоспар жасайды ғой. Бірақ енді мысалы суыр салма, тапқырлық, жаңағыдай ұтымды шумақтар аяқ астынан келу керек қой. Мысалы сол айтыс болып жатқан кезде жаңағыдай айтқандай ол мысалы қарсыласы бір кемшілік жіберіп қалуы мүмкін, болмаса жөтеліп қалуы мүмкін, болмаса жаңағы басқа да бір қылықтар істеп қалуы мүмкін. Содан барып туындайды ғой жаңағыдай осындай аяқ астынан жаңағы шумақтар жаңағы. Мысалы Нұрлыбек, сен мысалы айтысқа дайындалған кезде мысалы қарсыласыңды зерттейсің, бірақ
осындай бір мынандай бір нәрселер айтылып қалуы мүмкін ау, осындай бір әзілдерді қамтып кетсем болады ау деген бір жоспарлар бола ма мысалы өздерінде? Енді айтысқа да өзімізге жаңағы осындай нәрселер айтып қалады ау деп негізі қорғанатынымыз рас. Енді шамалы мысалы жаңағы мынау аха айтып жатыр, Ахметжан айтып жатыр, мысалы мен бойдақтарымнан көп таяқ жедім деп. Мысалы сен де мысалы шыққан кезде маған қай жағынан тиісуі мүмкін? Мысалы бойдақтарыма тиісуі мүмкін, жұмыссыз жүрсең жұмыссыз жүргеніне тиісуі мүмкін. Болмаса бір осы айтыстарда айтылып жатыр жаңағыдегі бір байқауларға қатысып орын ала алмай қалған кезінде де соны да әзілге айналдырып айтып жатты. Сондайлардың бәріне былайша айтқанда дайын болу керек қой. дайын болу керек, аха. Және сен өзіңнің қарсыласында сондай бір кемшін тұстарын табу керек қой солай жаңағы. Иә, солай негізі қазір жеребемен өтіп жатқаннан кейін барынша дайындаламыз өзімізге, бойымыздың ұзындығына біріне, той басқарамыз, асабалық деген нәрселерге шамалы, ауданымызда не болып жатыр сол нәрселердің бәріне іштей дайындық болады. Былай болу керек. Бір мысал келтіріп жіберейін де, баяғыда Есенқұл ағамыз кіммен айтысатын болған ғой, Айшалқан апамызбен. Сөйтті біздің серік ағаларымызбен бәрі дайындалады да, мынаны айтса былай айтамыз, мынаны айтса былай айтамыз деп. Сонда қалай шығып болады дегенде, мынандай мысалға бильярдтың тасын ұратын кезде мынау ар жақтағы тасқа қатысы жоқ, мынау тасты ұрасыз, сол анаудан түрту керек қой. Сол секілді қатысы жоқ, мына жақтан түртсеңіз ол өз қақпаларды ашасыз соған деп. Соған өзі кіреді. Сонда дайындалып қояды да, сонымен мынаған бір не жазып ор қазып қояды ғой, бұған Айшалқан кірмейтін шығар деп екеуі енді не болса да көреміз деп сол қазып қояды да, сол орға жақындайтын сөздер айтады ғой, шақырып бана жем шашып. Сөйтсе Айшалқан апамыз күн беріп көріп кетеді ғой. Өз заманда ақындар, қатыспайтын ақындар артында отыратын. Сөйтсе Есенқұл ағам шыдай бермей кетіп, кімге серік кірді деп қояды. Солай болады ғой артында. Енді Айшалқан үшін айтып отырмын да жерде. Әркім өзіне жаңағы Нұрлыбекке қойып жатқан сұрақ зор. Негізі жаңағы Ахметжанға көп деседі бойдақтарыңа дегендей, әркім өзінде сондай нәрсе болады дайын. Мысалға мен айтысқа келгелі жалпы өмірде өмірімізді жұбымызды жаздырмай, мен айтсам келіншегімнің, жұбайымның атын қатарады. Сондықтан мен айтыста үміт туралы бір нәрсе айтқанға дайын болып жүрдім. Сондай нәрсе. Іштей дайын жүрсің. Осылай деп болады Нұрлыбектің бой ұзындығына, тамадалығына, кімнің Ахметжанның бойдақтығына дегенде. Ал енді жаңағыдай ситуациялар өзінен өзі пайда болады. Ол енді ақындардың да былай сөз тапқырлығы, ойының жүйріктігі шығар. Мынау Абаш Кәкенов деген ақын Шығыс Қазақстаннан. Ол әлгі осы бүгін айтыста отыр ма Жамбылда, ертең Алматыда айтыс бар ма, ол айтысқа шақырылды ма барады. Содан кейін үнемі ол өзі былай ішкі дайындығы көп болмаса да суық салмалдығы, соның сүйкімділігі бар ақын. Соны содан осы жерден отырып Талдықорғанға барады ғой айтысқа. Сөйтсе Талдықорғанда бір үлкен кісінің шалының 70 жылдық тойы болып жатыр. Соны Абаш айтады, өзі жасырмайды тағы да. Мен білесіңдер ғой 11-ші класста экстернді бітіргем, менің ұшақ шумақ сәлемдесуім бар, қолдасын Қабанбайдың әруағы дегенде. Содан жаңа айтыста отырып, жаңа Абаш шығатын кезде шыққан ғой Абаш. Сөйтіп жаңа айтады, шалдың құрметіне 70 жылдан айтыс болып жатқанда, осы қолдасын Құрманбектің әруағы деген ғой. Сөйтсе шал бірінші қатарда отыр екен, тірі отыр, оған ешкім айтпаған ғой. Сөйтіп ұрып жүрген ғой сол. Енді соңынан аузы күйіп қалған, содан 2 аптадан кейін осы Қостанай жақта бір жақта айтыс болады, тағы да барады. Ол жерде Ағыбай батыр ма, Ағыбай батырдың ба 210 жылдық тойына қатысса, соны Абаш сөзге барады. Соңын жаңа кешегі Талдықорғандағы анадан аузы күйіп қалған Абаш жайлап келіп жаңағы сахнада өзің шығатынның алдында битеп, сөйтсе сахнада Ағыбайдың портреті астында 210 жыл деген жазып отыр. Соған тұрып битеп, барап тұра, қанша деп айтады дейді Раисоваға. Ана шал кім деп айтыр дейді. Ағыбай батыр ғой десе, тірі ма өзі? Сөйтсе қаншыда тірі. Аузы күйіп қалған ғой. Тірі десе, ойпырмай астындағы цифры көп қой. Анау да тірі деп айтыр. Енді сондай нәрсе Абаш. Дұрыс, Ереке, рахмет. Мынау енді әрине әзіл жақсы, күлген жақсы, мынау бірақ әзілдей отырып айтысында бір-екі мәселелерін осы жерге сала кетсек, мысалы енді мен де мысалы енді айтыста жүріп, айтыста қазылар алқасы мүшесі болып жүріп, көптеген сұрақтар менің де мазалайды. Иә, мысалы. Шында мысалы қазір мысалы қазіргі айтыс қандай болу керек деп ойлаймын да. Мына бір айтыстарға барсаң, мысалы енді өңірлік айтыстар болады, аудандық айтыстар болады, облыстық айтыстар болады.
Мысалы бір Талас ауданында, Мойынқұмда, кеше ғана Мойынқұмда болды. Кеше ғана Мойынқұмда айтыста мысалы Ғабит Есдәулетов деген ақын Мойынқұмның тарихын, табиғатының ерекшелігін, жерінің ерекшелігін өте бір керемет айтып өтті жаңағыдегі. Бірақ енді мысалы енді ол енді алдын ала дайындап келген шумақтары болу керек. Бірақ анау көрермен қауым аса бір селт ете қойған жоқ. Көрермен қауым неге селт етеді жаңағы аяқ астынан жауап беру, ұтқыр жауап беру, әзілмен жауап беру, әзіл деп айтышы осыларға көп нәрсе көрермен осыған селт ететін сияқты көрінеді маған. Осыдан кейін мысалы енді ой туады, қазіргі айтыс қандай болу керек? Міндетті түрде әзіл болу керек па, бастан аяқ әзіл болу керек па? Жаңағыдай мысалы тағылымы мол, терең тарихтан қозғап жатқан шумақтарға көрермен қауым неге селт етпейді, мысалы неге бағаламайды? Міндетті түрде жаңағыдай бір-бірімен әзілдесіп, бір-бірінің кемшілігін айтып, болмаса бір басқа бір жағынан орап әкеп әйтеуір бір ұтымды шумақтар құрау керек па дегенім ғой. Сондықтан аха мен жалпы өздеріңізге мына енді айтыстың ортасында, бел ортасында жүрсіздер ғой. Қазіргі айтыс қандай болу керек? Қазіргі айтыстық қандай айтыстар мысалы қазір тілмен айтқанда өтімді? Қандай айтыскерлер мысалы ел жақсы көреді? Мысалы енді біз анау енді Жансая Мусинаның мысалы небір айтыстар мысалы осы интернеттерде хит болып жүр жаңағыдегі. Қарап отырсаңыз барлығы әзіл айтыстар жаңағы қарап отырсаңыз. Небір шумақтар бар мысалы жаңағыдегідей бір иманға шақырған, тәрбиеге шақырған, патриоттық тәрбие беретін басқа да бір шумақтар бар. Мысалы жаңағыдай енді өте бір қажетті шумақтар, бірақ дегенмен де келген кезде аса бір бағаланбай жататын сияқты осындай шумақтар. Қалай ойлайсыз осыны? Енді Олеке, мынаны қараңыз, мен де осы біраз жыл болды ғой айтыстың ішіне жатқан. Айтыстың жюрилермен бірге, қызық қазылармен бірге. Бізге қазыларымызды сол әр тараптан аламыз. Өзімнің көз жеткенім ішінде мысалға бір күйші адамнан қоясың, бір әнші адамнан қоясың жюриді. Бір журналист, бір жазушы, бір ақын. Сонда журналистіміз сол жерде болған ол болса, міндетті түрде ақпаратты бергенді қалап отырады екен. Ананы айтты ғой, мынаны айтты ғой, ана мәселені де айтты деп журналистік ақпарат бергенін қалайды да, оны қалай айтты мәселе? Оған қарамайды. Ал егер әнші Алтынбек ағалар болса, Қоразбаев ағалар, мысалға домбырасының құлағы нашар болды, даусымен келіспеді, аны тыңдай алмадым мен дейді, бағаны көтермейді. Мысалы оған бір мысал, өткен жолғы республикаға айтыста, бір ақын қолындағы қу тақтай дейді да, сөйтсе Алтынбек ағамыз оған балын төмен қоямын өйткені домбыраны қолдап қу тақтай деп айтты дейді да. Ал бұл негізі үлкен теңеу ғой, Кемпірбай мен Әсеттің айтысында Кемпірбай айтады ғой, қосшы қу тақтайды әпер бері дейді. Ол біліп тұрған жоқ та. Ал енді көрерменді мысалға біреу тарихи, тағылымды шумақ айтып жатыр. Соның орнына әзіл айтқан кезде өтетін деп көрерменді кінәлауға болмайды. Көрермен өтпедің ба, демек оған көрермен кінәлі емес, өзің кінәлісің. Өлеңнің ішіне не тұзы жетпей тұр, не бір қайнауы келмей тұр. Ол әр жердің көрермені әрқандай болады. Алматыдағы көрермендерге айтатын шумағыңды ауылға, Мойынқұмға, я болмаса біздің Жамбыл ауданына айтуға болмайды. Екеуі екі түрлі. Қабылдау бөлек. Екінші мәселе, бір айтыстың керек сөзі болады, оны ешкім білмейді, оның кім екенін. Қай сөз бұл айтысқа керек екенін Алла біледі. Біз де білмейміз, оны айтып жатқан ақындар да білмейді. Түсінуге мысалға сұранысы болады да, ол жерде мысалға бір Алматыда осыдан бір 20 жыл бұрын айтыс болды. Алматы ол кезде қазіргі емес қой, экономика төмен, орталық мешіт бітпей 10 жыл бойы бітпей, соны жақында ғана біткен, соның төңірегінде айтыс болып жатыр. Сонда Мұхамеджан Тазабеков деген бауырымыз шығып, айтысты айтып жатыр, 10 жыл бойы бітпеген мешітіңді Храпунов бітіріп ашып берді. Сүндеттелген көсемің жоқ беді деп сүйегіңе таңбасын басып берді дейді. Сонда бағана бір шумақ алды да жарып жіберді ана жердегі. Кім тарих айтып жатыр, кім әзіл айтып жатыр. Қазақта сөз бар ғой, шындағанда әзілді шын жеңеді дейді ғой. Я болмаса тағы бір мысал келтірейін. Рим папасы келіп еді осыдан қай жылдар Астанаға? Бірінші алдында келген ғой. Сонда да біз сол кеткеннен кейін бір аптадан кейін барып тұрмыз. Ол жерде небір шешендер бағанағы Рим папасының келгенін, халықаралық достық, оның келгенін андай-мындай деп әр түрінен жеткізіп жатыр. Айтыста ғой. Айтыста. Сөйтсе Ермек Жұматаев атып шығып айтады да, Астана аман біздің папа келген, қолын жайып қазақша бата берген,
папаның соңын алып мен де келдім, ұят шығар деп үйімде жата берген деп. Домбырамен айтыпты, былай қарасаң өте асып жатқан түк емес, сол шумаққа халық жарылып кетті да. Халықтың бір қалауы болады, сол қалауды тапқан адам айтады. Айтыскер соны таба білу керек болса. Таба білу керек, бірақ көбінесе табылмайды. Бір табылған кезде кім тарихты айтты, кім тақырыпты жырлады, бәрі түк болмай қалады. Бағанағы кілтті бір бұрап ашса, сол шумақпен алып тұрады ғой. Ал енді бағана сіз кімді айтып жатсыз ғой, Жансаяны. Ол Жансая әзіл қалжың айтып елді соған дайындап қойғанда, ол келіп бірдеңке айтса, елдің бәрі одан шындықты нені күтіп тұрады, тек қана әзілді күтіп тұрады. Ол Жансая жаңа терең айтса да бәрібір оны ананы қабылдайды. Өйткені мен кімнің Құдайберген Сұлтанбаев ағамыздың бір несін оқығам, күнделігінен бір сөздерді оқыдым да. Сонда мен қазір драмаларда бір үлкен шынайы образдарды алайын десем, өтпеймін халыққа дейді. Өйткені елдің бәрі менен күлкі күтіп қалады, менің қасіретім сол дейді да. Ол енді үлкен ғылым, ана Кемпірбай мен Әсетті айтады ғой, Кемпірбай ақын, келсе де 90 ақын жолай бермей, мен дағы озық жүрдім бұл ғылымнан дейді. Бұл шындығында үлкен ғылым айтыс деген. Өте ғылым, оның қай тұсы үлкен мұхит, қай тұсынан қалай екенін Алла біледі оны. Жансаяда негізі керемет ақын, шынында халықтың сүйіктісіне айналған ақын, керемет тапқыр суыр салма ақын ғой негізі. Енді мысалы мынандай бір мәселе тағы Ереке. Мысалы, айтыс ақындарының ішінде жазба ақындар бар мысалы. Жаңа өзіміз айтып отырған Есенқұл Жақыпбеков, Бақытжан Алдияр, Бауыржан Қалиолла, өзіміздегі Үміт Битенов апаларымыз мысалы, кезінде мысалы айтыста сахнада жаңағы айтысқа қатысқан, қазір енді мысалы жазба өлеңдерінде мысалы халық мойындаған ақындар мысалы енді. Бірақ жалпы негізі мен байқауымша осы айтыста жоқ айтыста емес, жалпы поэзияда мынау айтыс ақындарына деген бір теріс көзқарас бар сияқты. Енді әрине айтыста мысалы кей кезде бір шумақтар сәтсіз шығады, аяқ астынан тауып айтам деген екен, ол дұрыс жетпей қалып жатады, ұйқастар келмей жатады. Мүмкін соған қарап та мүмкін ақындар мүмкін баға беретін шығар жанды, осында ұйқас деп айтып отыр ма деген сияқты. Жалпы осындай нәрсені байқадыңыз ба? Мысалы сіз айтыс ақындарына деген жалпы поэзияда сәл бір теріс көзқарас бар екенін. Ереке қалай ойлайсыз? Енді ол рас, мынау нелерге түрлі мүшәйраларда өтіп жүргенде соны қандағы қатысып болды, соңында пікірлер бар. Неге айтыс ақындары бір шумақ алады, машина мініп кете береді деген нәрсе болады, аға. Неге соншама көз майын тауысып, не қылды? Жазғандар. Енді жаңағы айтып отырған, мен ойлаймын енді, айтыстың да, айтыскердің де өзіндік артықшылықтар бар шығар. Енді айтыс деген синтездік өнер дейміз ғой мысалға. Ол өзінде өлең де, әуен де, мысалға болмысы да, әртістік те, оның барлығын қалды. Сондықтан білмеймін, ондай пікірлермен мен келіспеймін. Енді рас қой енді. Ал енді ол жазба ақындардың ол дүниесі, оның құндылығының ерекшелігі де өзіндік бар. Енді мен өз ойымда қаламын. Дұрыс. Аға қалай бір айтасыз ба? Енді Құдаш Ахметов апамыз айтқан, айтыс ақындары жедел жәрдем секілді да, ал поэзия алтын ине секілді дейді да. Оны мен мысалға қарның ашып тұрған кезде жұмыртқаны қуырып, бір жеткізіп қуырып аласың да, соны 2 сағат қайнайтын қазы қартамен салыстыруға болады ма? Бірақ қарның ашып тұрғанда жұмыртқа татты деді ғой, керек еді ғой. Ал былайынан қарасаң, екінші мәселе, ол енді тапқырлықпен бірден суып салып айтылады. Ал енді ұзақ толғанып, пісіріп, ой санаңда пісіріп, бір ойды тауып алып, оны образбен киіндіріп, былай қылып жеткізген өлеңмен ана екеуі әрине тең болмайды. Әркім 5 секундта суып салып классиканы айта берсе, өлеңде не қасиет қалады. Ал бірақ ақындықтың аспаны кең ғой. Олар да біз де сиямыз. Негізінен Рязан Елдаров деген үлкен режиссер бар ғой, классик кісі. Сол кісіге журналист сұрақ қойды. Сіздің киноларыңыз неге сондай мықты шығады, сіз неге сүйенесіз деген кезде, мен әртістерді таңдағанда деді, импровизаторлар таңдаймын деді. Ситуация бойынша суып салатын деді де, қатықпаған немен жүретін емес. Мүмкін екінші мәселе бағана Шыңғыс Айтматовтың Боранды бекетінде Бегібай мен Раймалының
махаббаты бар, екеуінің айтысы бар, соны кәдімгі біраз жерде тоқталып тұрып жырлады да, соны Шыңғыс Айтматов әлемдік әдебиетке кіргізді ғой айтысты. Бүкіл әлем қабылдады да, сондай сойқан екенін қабылдады айтыстың әдемі екенін. Я болмаса мен бағана жерде жазып отырдым, Павел Боголюбов дегеннің 1955 жылы түсірген киносы «Девушка и джигит» деген кино. Сонда Аңғарбай мен Ғали айтысады. Соны орыстың режиссері, орыстың композиторлары салды да түсірді. Ол ненің премьерасын Мәскеуде өтті. Бүкіл одақ аузын ашып таңғалды. Не деген өнер деп. Бұл өнерде айтыс жаман емес, ақындар жаман. Қазір тура қазір сұраныстағы өнер ғой бұны. Жақсылап бағанағы ғылым жөніне сүйендіріп, бұларға семинарлар өткізіп, сабақтар өткізіп дайындауымыз керек шығар әлі. Енді мынау бағанадан бері енді айтыстың қызықтарын, айтыскерлердің өзінің басына өткен хикаяттарын жақсы айтып жатырмыз. Бірақ осында мен байқап отырмын, мынау Шорабек ағамыз туралы негізі, Шорабек ағамызды айтпай кету осы дұрыс емес сияқты жаңағыдай. Шорабек ағаның да негізі ұтымды шумақтары, жалпы мынау жеке өміріндегі қызықтары да өте көп жаңағы. Соны енді бір ауыз айтуға бола ма Шөкең туралы? Иә, Шөкең енді Шөкеңнің сол қарапайымдылығымен қоса, оның да өзіндік шеберлігі бар. Мынау енді шәкірт баулуға да, оның үстіне соны өзінің шәкірттерін өнерге баулай отырып, үші оны сынағанда кәдімгі сынаққа түсіргендегі болады да, мысалға да. Мысалға өзіміз алғаш шәкірт болдық, аузымызды ашып отырдыңыз Шөкеңе. Сөйтіп, қашан қанша шумақ жазып береді, қашан бірдеңе берді деп. Сөйтіп жүрген Шөкең сөйтіп та, бір айдан кейін қасында бір апта болам, үндемейді, аузын ашпайды. Не болсын? Мен айтыстың алдында келіп аламын осы. Сонымен кетем, барымда не бар, сонымен бірде таяқ жеп келеміз, бірде не қыламыз. Сонда, сонымен кейін мен көрдім бе? Сен осы уақытқа дейін аузыңды ашып отыра бергенде, сен өзің ешқашан өспейтінің, ізденбейтінің деп ол жолға салғанда. Сонан кейін өзімен айтысқанда кәдімгі қатты сөздер айтып, осындай нәрсеге дайын бол деп айтатын. Мысалға, менімен айтысып отырып, маған айтысынан мен алғыша. Сол атыңнан айналайын қан батырып, жүретігін өлеңмен таңдатырып, әкеңнен естімеген сөзді айтып, ішіңе жіберейін ба қан қатырып дейді. Ана сөзден кейін айтысқа беттегің келмей қалады. Ал ол ар жағында ол соны, сол сен шыңдап отырған сияқты. Енді Шөкеңнің, енді қазір ғана айтыстың ауылдан сәл алыстау кеткен шығар, енді ол, бірақ енді Шорабек ол Шорабек. Өйткені мынау немене жаңағыдай әзілді проблемамен үйлестіріп отыратыны, ол мынау бір жерде Серік Қалиевтің үйінде мынау Октябрь деген ауыл болған, Амангелдінің қасындағы. Сол ауылда болда бір жерге отырсақ, Шөкең, Серік бәріміз отырмыз. Сөйтіп кім бір кісі келді да, жаңағы әп-әдемі айтыс, өнер туралы айтып отқан әңгімені келді да, бір летающий тарелка деген әңгіме туралы айтып кетті. Летающий тарелка осыны, енді анаған бейтіп, Шөкең өте спокойно сөйтіп отырып та, енді ана байласан, қазір шынымен айтыс деген летающий тарелка сияқты сирек болып кетті дейді. Сонда ана әңгімемен, ананың әңгімесімен, ананың әңгімесімен, сондай кішкентай үйлесім таптырғанша, сондықтан оның стилінде сондай нәрсе көп болды. Осы әңгімеде жатыр, айтыстан кейін кешкі аста банкет болып жатқан ғой, айтыстан кейін. Өке атақты ақынның барлығы отыр дейді, айтыстан бір сирек қатты хабары жоқ бір кісі, шалақын бір кісі келіп, барлық айтыскер ақындар отқан ғой, Бегар, Шойбек, Айнұр Тұрсынбаева. Сөйтіп барып, қарап тұрып, ішіне кіріп, Балғынбек ағамызға амандасып тұр, ассалаумағалейкум, сен анау домбыра тартатын бала емессің бе деп. Рахмет Ағай, енді айтыстың әңгімесін, айтыстың әзіл қалжыңын, айтыскерлердің басына өткен қызық хикаяттарды бір күнде айтып тауып тастау мүмкін емес. Оның бәрі жатқан теңіз, телегей, мұхит жаңағы. Айта берсең, әңгіменің құйрығын бір әңгіме түртіп, бірінен кейін бірі шыға береді. Дегенмен де мынау жалпы орынды қалжың айту, араздасқан адамдардың арасын жақындастыруға, жалпы мынау отбасында береке бірлігі сақтап тұруға оның орны өте зор екен жаңағы. Сондықтан орынды қалжыңдай білейік, орынды әзіл айта білейік және әзілді түсіне білейік. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар. Келгендеріңізге көп рахмет. Рахмет.